жаңағы өте танымал бір завтракты жасайын деп жасап көрейін деп жатырмын. Жасай аламын деп айта алмайыншы. Менемен деп аталады. Ең бірінші осылай жұмысқа барамын десем, сияқты боламын. Екінші осылай помидор салат қалдырмын. Шынымен күшті болады. Негізі перец тоже қосу керек. Бірақ магазинде перец болмағаннан кейін мен екеуін ғана қосып жасап жатырмын. Ал осының үстінен қазір жұмысқа барсам, сонымен завтрак дайын. Міне той дайын болды. Ас болсын маған. Негізі соңғы болған оқиғаларға байланысты былай қарағанда бәрін кінәлап тұрмын ғой. Адамның барлық нәрсе ниетіне қарай беріледі негізі. Жалпы менің де ниетімде бір барып тамақ істеп, ондай тірлікпен айналысып, біреулерге служить ету деген сияқты понятие болмаған ба деп те ойлаймын бір жағынан. Сол үшін осылай болды ма деп ойлаймын. Тамақ істеген расымен жеп көремін. Үй жинағанды бәрін. Үйім шашылмайды енді бір өзім тұрған соң, бірақ былай негізі. Мына кісі жүр. Не істейміз? Бәрін жинап алып па? Шопинг, конечно. Аэростайлға келеді, күшті келде көз жұмыс. Таңдадың ба бірдеңелер? Мына жерде Назым жүр еще. Назым қалайсыз? Көрмегелі біраз уақыт болыпты сізді. Мен жаңа келсем, Эдеш пен Айбек шығып бара жатырмын. Екеуін бір-біріңді көріп қалдыңдар ма, не бірге келдіңдер ме? Дейін амандасып тұрғанбыз ғой. Бір жазбайсың ба кездесейік деп осындай жерлерде Қазір көрісіп мен қалмаса? босамайтын ғой, есінедіңіз ба? Неге? Жігіт тауып алдыңыз ба? Қанша өт деп ше. Садәулет жатам. Съемка ғой? Айсұлтан ше? Кейін айтам. Көбінше сосын айтам деп. Короче, бүгін тойға келдім. Хорошо, что ресторан менің үйімнің қасында. Тойға дейінгі атмосфера. Бенд тәнге дайындалып жатыр. Асылайым Турциядан осындай тәттілер алып келіпті. Teşekkür ederim. Неде түріктер саған? Çok güzelsin dedi. Rahmet. Söyle bana, bir şeyler söyle bana. Sence bu nedir? Kurabiye gibi bir şey. Ne gibi? Kurabiye. Kurabiye gibi. O Triumph'tың кулинариясы. Күшті бір жердің тамақтары. Мен сестренкам киімдерімді әкеп тастады. Соны күтіп алды. Сейчас будем репетировать. Қалай? Амансыңдар ма? Бүгін жұмысқа осылай келдім. Жұмыста кондиционер істемейді. 2 күн болды. Қашан істейтінімізді білмейміз. Жанып жатырмыз. Клиенттерді аяп жатырмын вообще. Сол. Бүгін жұмыстамыз. Осылай. Албайский тематикада. Шелковая футболка. Анау-мынау деген сияқты. Астана қыздары шашқа жазыламыз. Я вас жду. Саудаласу жоғынан и так арзан бағада істеп жатырмын. Қарап отырыңдар. Хорошо. И мусорға тастаған кезде де, мусорный пакетке салған кезде де ыңғайлы. Өстіп кесесіздер. Аулара айналдырасыздар. Өстіп айналдырып кесесіздер. Просто мен жерде сәл крышканың үстіне қойғанға неудобно болып отыр. Вот так. Вполне нормально. Кесесіздерді бұны мусорный пакетке салсаңыздар да ыңғайлы, көп орын алмайды. И алып жеген кезде бүйтіп аласыздар да міне. Міне, бүйтіп аласыздар да жей бересіздер. Түсіндіңіздер ғой, Күн қалайсыздар достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін күндеріңіз сәтті өтсін. Енді Алматыда деген енді күн масқара жанып тұр ғой шіркін. 48 градус деп қойым енді. Біз сонда да в общем көлігімізге отырып алып келіншегім екеуміз жұмыстарымыздан шығып кеттік.